Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге анардың қабығының пайдасы туралы айтатын боламын. Балаңыздың іші өтіп, іші тоқтамаса, дәріге де қоймаса, мазасызданып, өзіңіздің де мазаңызды алып жіберсе, онда дәл осы әдісті пайдаланып көріңіз. Осылай анардың қабығын тазалап аламыз. Ішкі жағын тек қабығын ғана осылай тураймыз. Осылай турап алып, ыдысымызға салып, көз мөлшерінде өзімізге қажетті су құйып, бір қайнатып, тұндырып қоямыз. Өзінің түсі өзгереді. Суыған соң балдарыңызға берсеңіздер болады. Бірақ балдарыңызға дәмі ұнамауы мүмкін, себебі қышқыл болады дәмі. 2-3 қасық қант салып, араластырып берсеңіздер болады балдарыңызға. Ақпарат пайдалы болса, лайк басуды, маған тіркелуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен де балдарыма дайындап берем, дәл осы әдіспен ішін бірден қойғызады. Сіздерге де пайдалы болды деп ойлаймын. Алда пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған салтанат, келесі кездескенше.